Сәлеем достар, бүгін біз үй жағдайында юбка тігетін боламыз. Бізге осындай сетка керек болады, және де бізге резина керек. Мен мұна видеода қарасаңыздар, мен сетканы дайындап алдым. Яғни кесіп, кусоктап дәл видеодадай дайындап аласыздар. Мұнда мен енін айта кететін болса, мен мұнда 10 см, ал ұзындығы 45 см. Сетканы кескен кезде өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен қиып алсаңыздар болады. Ең алдымен осындай резинамыздың екі басын бір-біріне дәл видеодай бүктеп тігетін боламыз. Тігіп болғаннан кейін дәл осы видеодағыдай сеткамызды алып, осылай кигізіп, бәрінің қатар-қатарынан тізбектеп осылай орналастырып шығамыз. Осылай менде резина жалпақ болғандықтан осылай қайырып істедім. Кішкентай резиналар алсаңыздар да жеткілікті. Өте қарапайым, өте және тез дайындалатын юбка. Міне достар, менің юбкам уже дайын болып қалды. Сіздер де дәл осындай алып дайындасаңыздар болады. Сіздер қарап тұрсаңыздар, менің видеода менде сетка азғантай болып қалды. Сіздер де көп мөлшерде алып, осылай үстінен тағы бір қайтара орналастырып шықсаңыздар болады. Сол кезде бізде юбкамыз өте қалың, әдемі көрінеді. Ендігі кезекте осы юбкамызды осындай лентаның көмегімен әсемдейтін боламыз. Яғни әр-ара дәл видеодадай араларынан өткізіп шығамыз.
Міне достар, менің осымен тез дайындалатын юбкам дайын болды. Дәл осылай үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Машинаның көмегінсіз осылай дайындауға болады. Өте әдемі. Көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, коментарий жазыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беремін.